Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Алмасбек. Шын айту керек, Алмасбек болып осы елдің алдына шығу себебінің бірі осы ғылымның арқасында. Осыдан бір 20 жыл бұрын бір агро ғалымдардың жанынан үзеңгісін ұстап, солардың жағы қызметін көрсетіп, солардың жұмысын жасап беріп, тапсырмаларын орындап, жағы ғылымға үлес қостым деп айта алмаймын. Ғылымның жанында жүріп, енді бүгінгі күнге жеткен себебіміздің бірі сол. Ол тек қана Алмасбек емес, енді білім ғылым деген ол инемен құдық қазғандай дейді. Соның ішінде мына агро ғылымға келетін болсақ, агро ғылымнан менің көргенім осы 20 жылдың ішінде тек қана құлдырауы. Тек қана агро ғылымның басынан қадір қасиетін кетіп жатқаны. Соңғы ең сорақысы осыдан бір жыл бұрын, бір жарым жыл бұрын, мен білетін академик Медеубеков атындағы қой шаруашылығы қазір институты да жоқ, бітті. Сондағы мен жұмыс жасаған ғалымдар бірге, 10-17 жыл жұмыс жасаған ғалымдар, биржа трудаға барып, ана Мыңбаев ауылының көшесін сыпырып жүрді. Агро ғылымның еліміздегі жағдайы осы. Мен әгін естігенде жағам тұстадым. Неге? Қаржыландыру уақытылы емес, жаңағы ғылым институттарын басқарып отырған адамдардың менеджер ретінде, басшы ретінде кеткен кемшіліктері әкімшілдендіру дұрыс емес. Содан кейін мен біраз адамдардан сұрадым, өзі бұрыннан осылай ма десем, жоқ. Біздің Шымкентте Қаракөл институты бар. Сол Қаракөл институтындағы ғалымдарды мен өткен жолы ескі хрониканы көрсем, сол жерде біздің сол Шымкент институтының ғалымдарды вертолетпен қыстаудан қыстауға, жайлаудан жайлауға вертолетпен ұшырып жүр. Совет одағындағы ғылымның ең шың биігі. Бүгінгі агро ғылымға келсек, өткен жол өздеріңіз білесіздер, бір тақырыбымызды арнадық. Бүгін осы агро ғылымдағы былық деген екінші тақырыбымызды бастап отырмыз. Бүгін біздегі қонағымыз кәсіпкер, мемлекеттік қызметте де тәжірибесі бар. Оның барлығына құжаттардан көруге болады. Міне өте жүйелі. Бақыт Адамсопиев деген мырза бізге Жамбыл облысынан келіп отыр. Тағдырдың тәлкегіне түсіп, кәсіпкер ғылымның мәселесін көтермек, айтпақ, біраз дүниені көзіңіз көрген шығар. Сондықтан сіздің өзіңіз осы агро ғылыммен контакт қалай болды? Ең бірінші. Ассалаумағалейкум Алмасбек және YouTube каналыңыздың көрермендері. Мынау папкадан бастайық. Құжаттан дейсіз ғой. Құжаттан бастайық. Бұл менің қару-жарағым, жай папка емес. Неге десеңіз, менің оппоненттерім өте қарулы. Олардың қаруы отырған жаңағы қызметі, және сол қызметте отырып, сол қызметті пайдаланып, үлкен қаражат жинаған азаматтар. Ол кісілердің күштілігі соншалықтай, бір телефон қоңырауымен адамның тағдырын шеше салады. Керек болса соттап жібереді. Керек болса жаңағындай заказды жасайды. Заказ болғанда кәдімгідей сіздің жеке басыңызға, біз өткен жолы біраз адамдардан естідім, жеке өміріңізге қауіп төндірген екен ғой. Ол да бар. Сол кісілердің қару-жарағы жаңағы қаражаты болса, менің қару-жарағым осы құжат, осы қара папкам. Тергеушілер мынау қара папканы көріп, Бәке Бақнұртасович, мынау папкаңыздан қорқамыз деп қалжыңдайды. Бүгін не шығарасыз бұл папкадан деп. Бұның ішінде қаражат болғанда аудит актілері,
жаңағы договорлары, келісім шарттары, заңсыз Әрекеттер. істелінген құжаттар, оның үстіне түсініктеме берген азаматтардың, оның ішінде академиктер бар, профессорлар бар, кезінде сол нанотста жаңағы 20 жыл деп отырсыз ғой, 30 жыл, 40 жыл істеген азаматтардың жаңағы айтқан сөздері, жаңағы өздерінің ойы, пікірі, соның барлығы менің қаражатым қазір. Сол кісілердің қорғаным дегіңіз, қару-жарағым. Қару-жарағым. Сол кісілердің тілектерін мен қазір Алмасбек сізге жеткізгелі отырмын. Аманаты. Аманатын жеткізіңіз. Рахмет. Енді қараңыз, қайтадан жаңағы мен сұрағыма келейік. Жаңа сіз кейбір мемлекеттік өте жоғары қызметтегі адамдарды айттыңыз, олардың ғылымға неше атағы бар? Керек болса аттарын атай беріңіз, бірақ олардың ғылымға неше атағы? Ғылым дегеніміз не? Ғылым дегеніміз ғылыми институттар. Ғылым дегеніміз не? Жағы опықалар, опытный хозяйство дейді, қазақшасы енді шаруашылықтар, ғылыми зерттеу шаруашылықтары. Жаңағындай тұлғалардың бұл ғылымда неше атағы бар? Енді біріншіден айтайын дегенім, жаңағы кінәсіз презумпциясы деген бар. Мен қазір атайтын кісілердің аттары, соттың шешімі шықпай, біреуді кінәлі деуге болмайды. Мен оларды кінәлі деп айтпаймын қазір. Бірақ сол істеп атқан әрекеті, заңсыз істері менің ойымша дұрыс емес. Менің ойымша елге, халыққа зиян келтірген, сол туралы айтып отырмын. Жақсы, бұны сіздің біздің интервьюдің басындағы осы пікіріңіздің алдындағы дисклеймер дей ма? Алдын ала ескерту. Ал енді сонымен бұндай тұлғалар сонда ғылымды да май-шелпекке айналдырған ба? Мен қазір айтайын дегенім нанотстағы өзіңіз айтқандай былық, содан бастағалы отырмын. Жақсы, мархабат. Негізі нанотс деген ұлттық компания. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылық министрлікке қарайды. Ғылыми жұмыстарына атсалысатын компания негізі. Бірақ атсалысады деген ол былай ғой, жүргізеді. Өзі де бір жұмыстар жүргізу керек. Бірақ жүргізеді. Мен енді ғалымдармен араласам ғой, ғалымдардың айтуынша бұл нанотс деген бір ортадағы прокладка. Тек қана ана жақтан ақшаны алады да, мына жаққа жағы қаншама бізде ғылыми институттар бар. Сол менің ойымды айтып отырсыз қазір. Шында да менің өзім осы 2 жыл алысып келе жатырмын сол нанотспен. Түсінгенім, дәлелдегенім, білгенім, ол ұлттық компания ауыл шаруашылық басшыларымен әдейі қаражатты ұрлау үшін істеп жатқан компания, былайша айтқанда. Оған дәлел нақты мысалдар. Сіз өте жаңа былайша айыптаушы сөз айттыңыз да, нақты мысалдар. Өзіңіздің ауылыңыздан бастасаңыз, маған сіздердің ауылдарыңыздан жеміс жидек деген бір компаниялардан жағы шығып жатыр. Біз ғылыми институттың өзі ма, бұрын болған ба, қазір ма, сондай. Ол сізбен көрші ма, жақын ба, не ол? Біріншіден ол жеміс жидектің қазір егесі Ақаев Саид Сейдахметұлы деген азамат, тікелей Терещенко мырза, Қазақстанның бірінші премьер-министрінің бизнес-партнері, екеуінің қолында Шу ауданында Тасөткел су қоймасы мен соның ГЭС дейді ғой, солың иелері. Ғылымға қатынасы тек қана сол ол кісінің. Терещенко мырза бірінші премьер, ары қарай өзінің кәсібін жүргізді. Сол өмір бойы нанотс компаниясының жаңағы совет директоров дейді ғой, соның мүшесі болған кісі. Қазіргі күні енді ол кісі иманды болсын.
бірақ сол кісінің қызының атында қазіргі күні сол нанотстың жаңағы ОПХ-лар, ғылыми институттар, жаңа оқу шаруаларындағы ең қаймағы жермен, үстіндегі дүниесімен сол кісінің атында, жаңа қызының атында дегенім ғой. Сол жеміс жидектің ғылымға қатынасы тек қана сол. Ал енді жеміс жидек туралы айтайын дегенім, енді сәл кішкене тарих болсын енді. Жеміс жидек қазіргі күні сол нанотстың 42 ғылыми институт ОПХ-лардың оқу жаңағы шаруалардың ішіндегі біреуі ОПХ Меркенскийдің жері мен дүниесін ие болған ТО. Ол қалай соның болған? қазіргі жаңағы ісін жалғастырушы, кезіндегі ОПХ-ның, Ол жалғастырушы деп айтуға правоприемник дейді ғой енді. Ешқандай правоприемник емес. Олар заңсыз қылмыстық іс жасап үкіметтің дүниесін алған дүниеден легализациямен пайда көріп жатқан ТО. Қалай болды? Қалай заңсыз? 2007 жылы ОПХ Меркенскийдің басшысы Сауранбаев Бақыт Оспанович, оның алдында Мерке ауданының әкім болғаннан кейін облыстық маслихаттың 2 рет жаңағы депутаты болған. Сол ОПХ-ның егесі болып, вице-министр Айтжанов бір, екіншісі Мерке ауданының әкімі Рысмендиев үкіметтің жері мен дүниесін өзінің ТО жеміс жидекке аударып алады. Кешіріңіз, бұл ғылыми мекеме. Ғылыми мекемені қалай жекеменшікке аударып алады? Қазір аудан әкімі ма? Қазіргі уақытта мен қазір айтатын сөзім бәрі дәлелденген. Сауранбаевқа, оның орынбасарына тағы 6 адамға қылмыстық, менің арызыммен қозғалған қылмыстық іс сотта қазір, Мерке ауданының сотында. Мен қазір айтатын сөзім барлығын тергеушілер, прокурорлар дәлелдеп істі сотқа жіберген. Жоқ, сол жаңағы сіздің айтып отыр, менің сұрағым. Дегенмен жаңа ғылыми мекеме ғой. Ғылыми мекемені сонда ауданның әкімінің шешіммен жекеменшікке жібере салған ба? Ол министрлікке қарамай ма? Ол нанотқа қарамай ма? Ол ауыл шаруашылығы министріне қарамай ма? Қалай ол мүмкін? Қазір бүткіл елдің шашы тік тұрып отыр. Бұндай заңсыздық қалай істелінген деп. 2007 жылы вице-министр Айтжанов, бірінші вице-министр, Мерке ауданының әкіміне Рысмендиев әкімге хат жібереді. ОПХ Меркенскийдің жерін заңды ретінде жоқ, целевой назначениемен пайдалануға мүмкіншілік жоқ болғаннан Мерке ауданының резервіне алыңыз деп вице-министр сондай хат жібереді. Ол заңды ма екен? Ол хатты мен Сапаров мырзада болған кезде, қазіргі министрде болған кезде, сол хатты маған хатты бердім ғой, копия. Міне сотта мынау хат жатыр. Айтыңызшы, мынау заңды ма, заңды емес па деп сұрақ қойған кезде, Сапаров мырза маған бұл жалған хат. Бұл хат министерстводан шыққан жоқ деп сөйтіп жауап берді. Анау кәдімгідей Минсельхоздан фирменный бланкіде, кәдімгі фирменный бланкіде, адамның қолы бар, номері мен барлығы. Сотта жаңағы жеміс жидектің қазіргі иелері оны былай көрсетіп, міне бәрі заңды деп. Рысмендиев мырза, әкім, сол алға жаңағы хат бойынша ОПХ-ның жерін өзіне алады. 308-3 номерлі қаулысымен. Сол күні 384 номері қаулымен Сауранбаев мырзаға қайтып береді ол жерді. Бірақ ОПХ-ға емес, өкіметке емес, жекеменшік
ТО жеміс жидекке. ТО жеміс жидек. Сауранбаев сол алдындағы ана ғылыми институттың директор болып тұрды ма сол кезде? Ол институт емес, жаңағы ОПХ. Иә, ол ОПХ-ның басшысы. Жаңағы хатты алады да мына жерде өкіметке аудандық қорға қайтарады. Тура сол күні алады да өзіне жекеменшікке шығарып ала ма? Иә, әрине. Пай. Конкурссыз, тендерсіз. Сол істеген жаңа істері бойынша Мерке ауданның жаңағы РОП дейді қазір, отдел полиция, қылмыстық іс қозғайды 385 баппен подделка документов деп, сол істі по подведомственности кейін антикорға береді. Қазіргі күні жаңағы сотқа барған іс, қылмыстық істен басқа дір, Жамбыл облысының дір, басқа іс қозғап жүргізіп жатыр. Тергеулер жүріп жатыр. Біздің қарапайым ел ОПХ деген не екенін білмейді. Не ОПХ дегеніміз не ол? ОПХ деген Мерке ауданында. Жалпы ОПХ деген стандартна не ол? Опытное хозяйство. Бұрынғы совхоз. Бұрынғы кеңес кезінде дүркіреп тұрған плодовый ягодный совхоз Меркинский деген. Ол жерде не бар? Жер бар. Қанша жер? Ол совхозда жаңағы суғармалы жер 250 гектар. Қалған біраз жері, бір 300-400 гектардай су бармайтын жаңағы пастбище дейді, сондай жер. Жақсы, одан басқа ғимараттар. Қандай? Гараж, хранилище, жаңағы складтар, офис, мектеп, дүниесі көп. Бүткіл сол совхозда істеген тұрғында, бүкіл бір ауыл ғой былайша. Бір ауыл ғой, совхоз ғой. Керемет совхоз. Әлі де ол совхоз бар, тұрғындары бар, бірақ барлығы жұмыссыз. Жұмыс жоқ оларға. Жеміс жидектің қазір шығарып атқаны, қазіргі басшылардың, олар біз жерімізден ажырап қалатын болдық деп шырылдап атқаны басшылары. Бірақ сізге жаңа хабарласты деп осы қой. Сізден басқа, бұлар басқа блогерлер, журналистерге хабарласып, бірақ ешкім қолдап атқан жоқ. Бір тек қана Казачков деген блогер бар. Я вообще хочу обратиться к господину Казачкову. Я его лично не знаю, но хочу вот обратиться лично к нему. Уважаемый Казачков, пожалуйста, не вводите в заблуждение народ. Вы народ имеет своих подписчиков, наверное. Своих подписчиков. Своих подписчиков и тех, кто смотрит ваш YouTube-канал. Вы готовы ему интервью дать? С удовольствием. Да, если у вас есть желание, я готов с радостью разъяснить, да, наверное, сонда бір ақпарат кетіп қалып тұр ғой, да. Казачковтан бір ақпарат кетіп тұр ғой, бір, который не соответствует действительности. Солай болып тұр ма? С ваших слов получается, что руководитель жеміс жидек, вот этот господин Сауранбаев и Ахаев, которые с 2007 года не просто захватили имущество, а миллиарды украли у государства, совершив тем самым как минимум несколько преступлений в Уголовном кодексе, несколько статей, в настоящее время с вашей помощью пытаются уйти от уголовной ответственности раз и, как минимум, обелить себя. Может быть, повлиять, воздействовать и оказать давление на суд. Жақсы, қараңыз, сіз жаңағы мына сөзіңізді айттыңыз. Жарайды, олар жерді алып алды, жарайды, ғимараттарды алып алды. Заңсыз шығар. Ал жаңағы многомиллиардный деген не ущерб? Ең қызығы қазіргі сотқа жеткен қылмыстық істе 8 адамға 340 миллион теңге субсидия ұрланды деген кінә қойылып отыр. Бұл жеміс жидек ТО-ның басшылары жалған құжаттарды жасап, үкіметтен субсидия алып отыр, заңсыз. Біз алма ағаштың көшеттерін өсірдік. Алма ағаш егілген ба? Жоқ. Мүлде жоқ па? Мүлдем ешқандай алма ағаш егілмеген. Ол жерде сәл кішкене көз бояушылық жасап, бидай отырғызат, арпа отырғызат болды. Жамбыл облысында негізі тренд қой дейм, е? Біреу клубник отырғызын дейді,
әлгі Дайрабайдың Жигулиі, иә, 540 миллион. Мына кісілер 340 миллион Алмағаш біз ектік деп, алмағаш бірақ алмағаш ектік деп жоқ. ұрлаған ғой ақшаны. Одан басқа. Соған қатар қазіргі мен айтып жатырмын ғой, финмониторинг ол үкіметке зиян келтірген, экономикалық зиян келтірген үшін дералансады оны. 350 миллион теңге ОПХ Меркенский ұрланды деп қылмыстық іс жүріп жатыр қазір. Сонда мынау субсидиядан басқа ОПХ Меркенский мынау нанотштан ақша қаржыландырылған ғой. Әрине. Мынау ең қызығы соншалықты. Ол ғылымға бөлінген қаражат қой. Әрине. Сонда Сауранбаевтың сейфінде 2 мөр болған ғой сонда, ұзын сөздің қысқаша айтсақ. Бір мөр ОПХ-ның мөрі, бір мөр өзінің жекеменшік компаниясында. Сол ОПХ жер біреу. 2020 жылғы аудит актісінде ауыл шаруашылық министрінің тапсырмасымен өткізілген аудитор тексеруде жазылып тұр, сол 250 гектарда мыналар көшет отырғыздық деп жатқан жерде ғылыми жұмыстары жүргізілу үшін картоп отырғызылған, қызылша отырғызылған, люцерна отырғызылған, тағы бірдеңке. Сонда үкіметтен алынған ақшаны бұлай ұрлайды. Енді бұлар біз картоп отырғыздық десе, ғылыми жобалар жасап жатырмыз деп алады ғой. Жоқ, енді жасалып жатыр деп. Нанотстың беретін сол ғой, ол ғылыми жобаға береді. Әрине. Жылда 2007 жылдан бастап 2020. Кешіріңіз, қайталап нақтылап жіберейін. Жаңағы ОПХ Меркенский, ТО жеміс жидек, соның бір 200 гектар жері бар. Сол 200 гектар жерге өкіметтен мына жақтан біз 200 гектар алмағаш ектік дей ма? Әрине. 200 гектар алмағаш ектік деп бір субсидия алады. Ал тура сол жерге мына жақтан жағы ОПХ Меркенский, бітті ТО демалып жатыр өзінің субсидиясын. Тура ОПХ Меркенский нанотстан, Минсельхоздан біз мына жерге ғылыми жұмыстар жасап жатырмыз деп, бірақ алмабақ емес. Не? Картоп, қызылша, жаңағы помидор, қияр. Сонымен ғылыми жұмыстар жасап, тағы бір ақша алады. Жер біреу. Жылына неше урожай алып отыр олар сонда? 2 урожай алып отыр ба? Сонда Сауранбаев демалдырмай. Сауранбаев оған көмектескен Ақаев. Сауранбаев деген фамилия өте танымал, солардың отбасы емес па? Кезіндегі темір жолдағы? Емес па? Сауранбаев екеуі бір ауылдан деп айтам. Бір ауылдан. Мүмкін. Туыс еместігін білмесе. Енді фамилиясы. Сауранбаев Бақыт Оспанұлының туған інісі бар. Сауранбаев Болат Оспанұлы деген. Сол кісіден соның жақындарынан маған угроза келген, жаңағы чатқа, соткаға, WhatsAppқа. Сені өлтіреміз, сені үйтеміз, бүйтеміз. Не үшін? Мынаны қой деп па? Иә, мынаны қой деп. Сіз мынаны бәрін көтердіңіз ғой, мынаны таптыңыз. Әрине. Қылмыс қозғалды, ол нанотқа көтеріліп кетті. Сол 8 январь күні мені бір кісілер ұрып, сол мен құлап, ұрғаннан құлап, баспен кірпішке құлағып, соны больницаға қауіп төндірді ғой. Ол бойынша қылмыстық іс қозғалды ма сізге, өміріңізге қауіп төндірген үшін? Соны енді қараңыз, былай ойласақ, жаңағы бұл Жамбыл облысынан өзі таң қалмайтын болдық. Неше түрлі жаңалықтар естиміз де, әсіресе меркеден. Бұл меркенің ғана енді ғылымға бөлініп жатқан ақша, жасалып жатқан іс жаңағы, өзіңіз айтып отырсыз, соның бәрі құжатпен көрсетілген, дәлелденген. Сіз бос сөйлеп отырған жоқсыз ғой. Мынаның бәрінің құжаты мұнда. Мұнда. Жаңағы айтқан әрбір сөзіңіздің қылмыстық іс сотқа жетті деген сөз мен өтірік айтып жатқан жоқпын деген сөз. Жақсы. Бұл мүмкін жаңағы біздегі Сицилия, мерке шығар. Басқа жақта ғылым институттарында ондай жоқ шығар. Жоқ, барлық жерде сол екені не көзім жетті. Сіз бұған кейінгі әңгімемізде 7 қылмыстық іс туралы айттыңыз. 7 өңірдегі. Ол не?
Мен осы мәселені көтеріп былтыр көтеріп шыққаннан кейін Нанотста өзгерістер болды. Басшы ауысты. Сол жаңадан келген басшы Қасенов Бауыржан деген мені қабылдап, өте жақсы қабылдады. Ой, бәке, сізге рахмет, сіздің арқаңызда заңдылық орнау керек, анау мынау деп. Сол мен қуанып, міне Нанотқа нағыз адал басшы келді екен деп үміттенгем. Сонымен сол уақытта маған мен жаңа YouTube каналға шықты, хабарлама болды. Соны маған жан-жақтан Қазақстанның әр түкпірінен звондай бастады. Осылай біз Алматы облысының түкпір-түкпірінен ғалымдар ма? Нелер? Бұрынғы ғалымдар, сол ОПХ-ларда, институттарда жұмыс істеген. Басқа да осындай ғылыми мекемелер? 42 мекеме. 42 мекеме бәрінен хабарласты деп айтамайым. Бірақ кем дегенде бір 10 шақтысынан, одан да көп шығар, маған хабарлама келді, мені шақырды, келіңізші, көріңізші мынаны, бұйырде де осындай заңсыздық деп. Сонымен мен сол Алматы облысындағы Киіз дегеннен бастадым. Киіз Қаскелен ауданындағы, Қарасай ауданындағы Қаскеленнің жанындағы. Сонсын Талғарда болдым. Тағы мынау Астанаға келіп жүрген кезде Қарағандыға бардым. Сонымен барлық жерде осы былық па? Осы былық. Меркедегі жағдай оншық. Басқа облыстардағы, мысалы Алматыдағы Киіз. Киіздағы мәселе бүкіл Қазақстанға әйгілі. Ең мықты шаруа совхоз болады. Совхоз Қаскеленский деген. Жаңағы Киіздің ауылдың өзін көрсеңіз, қандай керемет көшелер, кеременді кезінде мықты совхоз болған ғой. Соның жерін сол ақсақалдардың маған айтқан. Сол 4 ауылдың ақсақал нелерінің алқасының басшылары жаңағы. Өздері кезінде сол совхозда істегендер, ғылыми институтта істеген. Әр ғылыми институттың совхоз бар. Ғылыми жұмыстарын істеген кезде зерттеп, жерге өнім өсіреді. Бидай болсын, жоғары сорт бидай, клубника болса жоғары сорт, көшет болса алмағаш көшет мықты сорттарын шығарады. Сонымен 2000 жылдың басында сол совхоздың тура Меркедегі схема, вице-министрдің хаты бар. Осындай, мынау жерді... Тура бірдей ма? Бірдей. Жерді үкіметтің резервіне алыңыз деп әкім, Қарасай ауданының әкіміне сондай хат келеді. Негізі тергеушілердің өздерінің маған айтқан сөзді таңғалып. Негізі протокол бойынша бізде былай дейді. Министр ешқашан РОВД-ның басшысына хат жібермейді дейді. Біздің министр ДВД-ның басшысына жібереді дейді. ДВД-ның басшысы сосын ауданға. Мынау қалай? Прямой вице-министр бір ауданның әкіміне жіберді. Протокол бойынша, норматив бойынша ондай хат берілмеу керек негізі. Ол енді мынау білмеймін, енді заңсыздығы болып отыр ғой. Сонымен Қарасай ауданның әкімі ол хатты алады да, анау жерді өзіне алады. Жаңа совхоздың жерін. Сол жердің пахотный жер ғой енді, егін отырғызатын. Целевой назначениясын ауыстырады да, ол жерді сатып жібереді бұлар. Жаңағы ОПХ-ның директоры бар. Сатқанда енді Алматының төңірегіндегі ИЖС-қа целевой назначение ауыстырғаннан кейін бағасы 1000 есе өсіп кетеді ғой енді. Соны сатады. Жай тұрғындарға, жаңағы үй соғамыз деген азаматтарға нарық бағасымен. Бұл сол кезіндегі, о кезде бұл, по-моему, Нанотс емес, бұл о кезде Казагроинновация деген болған. Тура сол. Оны менің Төлеутай Рахымбеков деген досым басқарған, досым в кавычках. Онда сол сұрақты
Қарағандыда сол кісіге сол Иә, кісіге қою керек. Мен білетін потом Казагроинновация ликвидацияға кетті. Иә, сол кезде талай дүние кетіп қалған. Ал министр ол вақытта Есимов, Ахметжан Смағұлұлы болыпты. Ал енді жерді жоқ қылды ма бұлар? Иә. Техника қайда? Қаншама техника? Қазір техникаға жетеміз әлі. Анау жердің үстіндегі ғимараттар, совхоздағы 22 объект, мектеп, детсад, столовый, гараж, зернохранилище, овощехранилище, фруктохранилище, 22 ғимарат барлығы сол уақытта басшылары мен жеке бөліп алады ғой. Өздерінің туысқандарына, жақындарына. Сонымен совхоз жоқ сонымен. Жаңағы сіз айтып атқан агроинновация деген ОПХ жоқ болады. Қағазда бар. Ал енді дүниесі 2023 жылы былтыр сол қазіргі кездің басшысына қылмыстық іс менің арызыммен қозғалған болатын. Ол кісінің жаңадан келген бастық, ол кісінің қылмысы сол енді дүние қалып отыр ғой, техника қалып отыр. 20-30-дай техника, тракторлер, комбайндар, жаңағы жеңіл автокөліктер. Соның барлығын 5 миллион жүріп тұрған полияда істеп тұрған техникалар 5 миллион теңгеге бағалап металлоломға списать етіп жібереді. 2 миллион теңге ақшаны кассаға құяды. Оның барлығын жаңағы антикор қылмыс қозғап жүргізді. Жаңағы РУП Қарасай ауданының жаңағы ісі бойынша жаңағы наноцтың аудиторлары тексеріп жаңағы результаттары бар, дәлелденген. Мен өзім соншалықтай заланғаным, ашуланып. Өзім сол жаңағы шалдардың жаңағы маған сұрақтарына жауап беруім керек қой енді. Бір көмегім болу керек қой. Мен соны дәлелдейін деп техниканы іздедім. Бір расследование, кәдімгі опердің жұмысын жасадым енді. Сонда жаңағы служебный Бастаубаеваның жаңағы служебный Волгасын тауыптым. Жүріп жүрген Волга, ешқандай списание болса да металломға өткізілмеген. Соны тауып қылмыс іс, Қарасай ауданының РОВД-сі іс қозғады. Қызығы Волганы әкеп, Волганы тауып, көріп, жаңағы участковыйлар. Сонысын институтқа барып, жаңағы енді сұрақ қою керек қой, сұрақ жауап алу үшін кіріп, қайтадан 2 сағаттан кейін келсе, Волга жоқ. Веждокты ұрлап кеткен өздері. Сонымен бір сутка іздеді. Неге дейсіз, оны тапты әйтеуір. Камералардан перехват жасап, үйтіп, Волганы сол водитель, жаңағы Бастаубаеваның жүргізуші, баласы, тағы бір кісі, бір котельняға. Бастаубаева деген ғылымның адамы ма? Институттың басшысы, қазіргі басшысы. Ал жаңағы не туралы айтайын? Техника туралы. Енді тракторлер қайда? Тракторлерді іздеу керек қой енді. Сонымен запросты жасатқызып, следовательдермен антикордың тергеушілермен тікелей жұмыс жасап, менің арызым бойынша ғой. Сонымен сол гаражда істеген азаматтар, сүйінің тұрғындары, ол техника металломға өткізілген жоқ. Жынды дейсіз бе? Кім оны істейді? Оның барлығы сатылды. Оның барлығын жаңағы техникадан басқа құрал саймандары бар ғой. Не бір соншама техника, құрал саймандар гараж ғой. Гараж ғой. Техника қайдан шықты? Бір жақтан шықты? Техника Саймасай ауылдық округында еңбекші қазақ ауданы. Соның жандағы Қарасай. Аман есен болғанда оның барлығын сол Саймасай сол Саймасай ауылында КХ Айдарбаев деген шаруа қожалықтың
базасынан таптым мен. Мгм. Ол гаражда техника арзан бағамен сатылады екен. Бүткіл еңбекші қазақ ауданы, ары Челек ауданы, мынаяғы Талдықорған жақ біледі екен оншы. Мгм. Кімге техника керек? Арзан техника. Иә. Құрал сайман. Бірақ жақты бағамен. Бірақ құжатсыз. Бірақ документі жоқ. Сонда жаңағындай басқа ғылыми мекемелердің техникасы жиналған ба? Бәрі сол жерде. Маған То есть ғылыми институттардан списанияға кеткен техниканың барлығы жаңағы шаруашылықтан шығып жатыр ма? Иә. Иә. Менде анау іс қозғалған кезде тексерген видеолар да бар. Ол видеоңызды бересіз бе? Біз мына жерге қосып жіберейік. Берем. Болады ғой, иә? Берем. Все. Ол жерде прямо жаңа соның мамандары, завгарлары қандай комбайн керек. Мен өзім жүрдім ғой сол жерде. Маған комбайн керек еді. Бірақ документ жоқ. Документ болмаса оны нағылам. Жақты бағамен аласың ғой деген. Сондай. Енді оның барлығы мынау нанотстың бірі болса, мерке, мақұл. Киздан да шығып отыр. Жаңағы агроинновация совхоздан да, ОПХ-дан шығып отыр ғой. Жоқ, казагроинновация деген мына ненің нанотстың бұрынғы жаңағы алдындағы болған мекеме. Осы ғылымды жалпы еліміз бойынша басқарған казагроинновация деген болған. Жоқ, түсіндім. Анау совхоздың аты да соған ұқсас. Соған ұқсас па? Все. Ал енді бұдан басқа Талғардағы мысалы, ол жерде ғылыми институт бар. Овощеводство деген, жеміс-жидек. Қаскеленде картофелеводство деген ғылыми институт болған. Соның Олда да осы. Олда да осы. Олда да осылай вице-министрдің хаты ма? Енді ол хаты бар ма жоқ па екенін білмеймін, мына екі жерде білемін. Бірақ менің ойымша өрде де сол вице-министрдің хаттары бар шығар. Неге десеңіз, мысалы сол Қарасай ауданындағы институттың жерін мен қазір білетінім, ол жерде картоптың ғылыми жұмыстарын жүргізіп жаңа сорттарын шығарған. Таудың ішінде альпийский розы деген жер бар екен. Сол жерде таудың жоғары жағында жаңағы нелер құрттар болмайды екен. Сондықтан сол жерден ғылыми жұмыстарын жүргізілген. Қазір ол жердің барлығы Болат Назарбаевтың адамдарында енді қазіргі уақытта соларға өтіп кеткен екен ол жер. Үшқоңырға тым жақын орналасқан ғой. Иә, сол Үшқоңыр. Ол жерде қазір зона отдыха деді ма, коттеджный городок деді ма. Біз сізбен бар ғой, Бәке. Мынау тақырып өте ауыр болып тұр да. Біз сізбенен жаңағы бір ғылым деген, ғылымның проблемасын, ғылымның бір нелерін айтамыз ба десек, мына жерде ғылым туралы түгі жоқ. Мына жерде бір тонау. Жоқ, мемлекеттің мүлкін әртүрлі себептермен, әртүрлі приемдармен тонау. Енді өзіңіз сұрақ қойдыңыз ғой, солай болып тұр ғой енді. Сіз жаңағы жетеу дедіңіз ғой, мен үшеуін ғана айттым. Қалғандарын айтайын ба? Мына үшеуінен шаршап кеттім мен. Жоқ, мен еңсем басылып кетті. Бір екеуін тағы айтайын. Ал айтыңыз. Неге десеңіз, мынау Қарағанды облысында ол жерде де ОПХ бар. Христенко деген. Мен әдейі бардым. Жүрегім ауырды. Мен бірінші жаңағы ол Қарлақтың бұрынғы совхозы дегеннен кейін мен жүрегім ауырып, мен сол Долинка деген Қарлаққа бардым. Ол енді ол туралы бөлек әңгіме айтуға болады. Қаншама жүздеп, мыңдап адам қырылды сол жерде. Ғылыми жұмыстарын солар бастаған Қарағанды облысында. Сол жаңағы қазір мен көтерейін деп жатқан әңгіме совхоз, сол бір Қарлақтың бір совхозы. Ғылымдар соның барлығын көтерген, жұмыстарын барлығын жүргізген. Қазақстанда нөмірі 1 мынау бидай өсіру несін, сол нөмірі 1 болған негізі. Қазіргі күні енді тікелей фамилияларын айта берем смело. Нанотстың бұрынғы басшысы Балпанов,
Одан сонысын ол сол ОПХ-ға бар басшы болады. Тура мен жаңағы Айшқай шу көтерген кезде бұл жұмыстан кетеді да, оның орнына Қасенов келеді. Сол ОПХ-ны басқарып, оның алдында соны басқарған екен сол кісі. Сонысын о жерге мен Айқай-шуды көтергеннен кейін бір Қалдыбаев деген атын ұмытып отырмын. Тимур Қалдыбаев. Тимур ма? По-моему. Сол Наноцтың Қасеновтың орынбасары. Ол тегі енді маған халық звондап жағдайын айтқан кезде тегі жының келеді да анау істегеніне. Қостанайда істепті. Оның алдында ОПХ-ны басқарған, сонысын анау Қарағандыдағыны оның алдында басқарған. Соны анау қазақтың сөзі бар ғой. Дамир ма? Қателеспесем, жүрген жерден чөп өспейді деген бір сөз бар ғой, қазақтың бір сөзі да. Тура сол. Білмеймін, енді бір жас ғылымның ішіндегі бір бетке ұстар деп сөйтіп бір әйтеуір жазып жатыр. Білмеймін, енді ол енді бетке ұстарлығын білмеймін, бірақ мынау алаяқтық жағынан профессор енді ол. Оған бір сондай не берсе, ол профессор. Неге десеңіздер, мен жаңағы бұрынғы Қарлақтың совхозын енді бұлар Алладан қорқу керек. Аналардың енді соншама қан мен еңбекпен істелінген ғой, соның барлығын жоққа келтіріп отқаны. Жолын айтайын, сіз жаңағы тағы да бір жол. Енді ол жерде жері көп қой енді. Сол жерді минеральный удобрение алу керек деп бір 700 миллион іс қозғалған, мен оны білем. Соның несі данныйлар ғой, 700 миллион теңге бір өздерінің бір фирмасынан якобы алады. Қарызға. Иә. Қарызға алады. Жағы ғылыми мекемеге. Иә, ғылыми мекемеге. Иә, ОПХ-ға. Ол дәрі полияға жетпеген. Просто анау жерді нету керек та, списать ету керек. Жерді жекешелендіріп алу керектің бір жолы болып тұр ғой. Жоқ, бұлар 700 миллион теңге якобы қарызға алады. Якобы емес, точно қарызға алады ғой. Береді, бекер, дұрыс айтпаппын мен, жаңыласпын. Төлейді. 700 миллион теңге төлейді. Үкіметтің ақшасын төлейді. Бірақ удобрение жоқ. Минеральный удобрение аламыз деп. Иә, удобрение жоқ. Өткен жолғы не сияқылды ғой ана? Украинаға кеткен 200 миллион доллар сияқылды ғой. 400 мың доллар. 400 мың доллар сияқылды. Тура соның жолы. Украинаға 400 мың доллар төленеді, артқа кері зат келмейді. Иә, тура. Тұқым келмейді, бидай келмейді. Мына жерде 700 миллион теңге. Ол мен жаңа... Мына жердегіңіз. Иә. Солай ма? Тура сол. Сонымен ол ақша процентпен 1,5 миллиард болады. Сонымен анау жақ сотқа береді да, сол совхоздың жерінің барлығын сот арқылы алып алады. Мемлекеттің мүлкін. Мен айқай-шу шығарам, іс қозғайым, сонымен ол тоқтатылады, мен білгенім тоқтатылады, бірақ ешқайсысы сотталмаған ғой, мен жаңа күйіп пісіп атқаным сол, іс тоқтатылады да, ешкім сотқа бармайды. Қазіргі күні не қалды, нефте базасын сатып тастапты, анаусын, бірақ енді соның ішінде Қалдыбаев бар жаңағы. Ол өйерде бір мүлікті әйелдің атына аударып, СПК-мен бірігіп птицефабрика ашқан ба, сондай бір ақша бөлген деп естігеміз. Ол аудиторлық тексерістің нәтижесі бойынша сол жерде дәлелденеді. Негізі сол Қалдыбаев. Бұның барлығы негізі министр Сапаровқа дейін жеткен ақпарат. Иә, білем. Сапаров бұл туралы білет. Мен Сапаровтың несінде өзінің қол астындағы Наноцта, сіз өзіңіз айттыңыз ба? Мен приемында болған кезде министр Айдарбек Сапаровта сіз болдыңыз қабылдауында. Сол жерде осы мәселелердің бәрін айттыңыз ба? Айтқам бәрін. Осыны міне қазір маған айтқандай, мына ел тыңдап отырғандай, сізге айтылған әңгіменің барлығы Сапаровқа айтылған. Содан не болды енді ол? Қасенов жанында отырды, ол доклад беріп отыр. Иә, тұрды да 7 облыста қылмыс қозғалған деп растады. Маған Сапаров, Бақыт Нұртасович, сізге рахмет, иә, жұмыс істеу керек, барлығын тәртіпке келтіреміз, жауапқа тартамыз деп
Сонда қазіргі күні 7 қылмыс істің 2-і ғана сотқа барды. Біреуі жаңа меркеде. Жоқ, енді Сапаров тергеуші емес қой. Давайте сөйтіп сол позициядан. Сапаров тергеуші емес, бірақ осы сіз айтқан дүниенің нәтижесінде бұл түсіну керек қой. Наноц әгі көтере алмайтын шоқпарды беліне байлап алып отыр. Айдарбек Сапаров бұны қазір көтере алмайды. Агроғылым міне жеткен жері мынау. Бұдан төмен деңгейде жылдан жылға мынадан ары қарай төмен не бар білмеймін әгі. Біз әгі подумали, ну тут снизу постучались дейді ғой, уже әбден түбіне жетіп жатыр. Енді Айдарбек Сапаровқа егер ғылымды басқара алмаса, үйлестіре алмаса, ие бола алмаса, ол ие ғой. Әрине. Қол астында болып жатқан жаңағы жағдай. Сапаров ол кезде вице-министр. Ана 700 миллионның әңгімесі болып жатқан кезде и плюс Наноцтың совет директоровтың басшысы. Міне. Соның көзінше болған дүние. Оның барлығын мен келтіріп сізге айтайын дегенім осы туралы. Негізі орыстардың рыба гниет с головы болып тұр ғой енді. Менің ойымша Наноцқа тегі 10 рет 10 жаңағы алтын басы бар жаңағы басшыны қойсаңыз да, керемет адамды, қанша 100 адамды тауып қойсаңыз да, ештеңке өзгермейді. Неге десеңіз, системаны өзгерту керек. Менің ойымша қазіргі күні Наноцты бұлар пайдаланып тұрғаны, Наноц арқылы ғылыми ауыл шаруашылыққа, ғылыми жағына бөлініп атқан ақшаны ұрлаудың бір амалы болып тұр. Сол үшін ғана керек па? Сол үшін ғана керек. Мен соған көзім жетіп отыр. Есіңізде ме? Осыдан сіз естідіңіз ба, жоқ па? Осы 1 жыл бұрын ба, 1,5 жылын ба, үкімет емес, осы президенттің аузынан естідік ау деймін. Осы агроғылымды ауыл шаруашылығы министрлігінен ғылымға қосамыз, болды, қайтарамыз деген. Сондай не болды ғой? Ол негізі шешімдер. Шешім болған. Мен бұны зерттеп шықтым ғой. Бұрын мынау Наноцтың жаңағы агроинновация деген мекеме ғой, ұлттық компания. Жаңағы ғылым білім министрлігінде болған. О басында. Бұрын, басында. Сонымен менің ойымша сол уақытта анау жоғары жақтағы дәулер, елбасының жандағы Назарбаев, Нұрсұлтанның жанындағылар енді небір мың способтары бар екен ғой, миллион бекен кім білет жаңағы ақшаны ұрлаудың. Бәрі заңсыз еще. Сондай ненің біреуі ғой деймін. Бұны ауыл шаруашылыққа жақындату керек, ғылым ауыл шаруашылықта болсын деген ұсыныс жасап, соны үкіметтің қаулысымен аударған ғой. Себебі мен қазір нақты айта алмаймын, дерегім толық емес, но бірақ бұл жерде әңгіме жаңағына ғылыми институттар мен ОПХ-лардағы 100-деген 1000 гектар жерлер. Сол. Бәрі ең әдемі жерде орналасқан, ең мықты, қаншама мүлкі бар. Алматының жан-жағы кілең институт. Алматының ішіндегі бүгін ғимараттарын айтсаңызшы. Ана институт плодовощеводства, жаңағына техникаға байланысты Ташкентскийде қазір бір фирмалардың несі болып тұр ғой, офисі болып тұр. Қандай ғимараттар. Мен сізге айтайын, соның барлығын бірдеңе амал жасау керек болды. Сол үшін ғой енді. Соның дәлелі ғой енді. Бұлар енді қырып, жойып, қалталарына салып жаңағы институт механизации, кешірім сұраймын, институт механизации. Сол туралы айтайын қазір. Соны іске аяғына дейін жеткізу үшін осыдан 2 жыл бұрын, 22 жылы үкіметтің қаулысымен мынау Наноцты жоққа құртып, жою. Наноцты ликвидация Наноц. Сондай қаулы шыққан. Ол жұмыстары басталған негізі. Жаңағы жоюға жоқ қой, енді ештеңке қалған жоқ қой, былайша айтқанда. Енді юридический статусын келтіріп, сосын қалған дүниені бөліп аламыз
деген оймен, мен одан дәлелім бар. Сіз бөліп алу үшін жасады дейсіз ба? Иә. Мен ойлап жүрмін ендеше қазіргі Саясат Нұрбектің ғылым және білім институты, ғылым және жоғары білім ба? Жоқ. Несі? Министрлік сонда береді екен деп жүрмін ғой мен бұл. Жоқ, бұл негізі сол жаққа жіберу керек қой. Бұл мәселені қазір көтеріліп жатыр. Мен өз 3 хат бердім. Президенттің атына да, премьер-министрдің атына да. Осы жағдайға байланысты, осы қазіргі нанотстағы болып жатқан жағдайға байланысты менің сұранарым нанотсты білім, ғылым және білім министрлікке ауыстыру керек. Ғылым комитетіне негізі, ғылым комитетіне. Негізі енді бұның орны сол жер. Былай салыстырып жатсам, мысалы ауыл шаруашылықта ғылымда да қалған жоқ, былайша айтқанда. Барлығы көз жасын төгіп, жаңағы қарғап, ауыл шаруашылық басшыларын міне біздің көріп жатқан күніміз мынау жаңа айтып отырсыз ғой. Маған мына Киздағы, Талғардағы, Қарағандыдағы сөздегі істеген ғылымдар, кандидаты сельскохозяйственных наук. Міне қарап жатсаң киген киімдері, жағдайлары түк жоқ. Қиын. Айлықтарын 140 мың теңге айлық. 140 мың теңге айлық. Мен ойлаймын, осының барлығын ауыл шаруашылық басшылары әдейі соған келтірді. Тоздырып, әйтеуір барлығы банкротство дейді ғой енді. Сол бүткіл ұлттық компанияны банкротствоға әдейі ұшыратып келтірген деп ойлаймын енді. Неге қайталап жаңа сұрағымды қойын, Айдарбек Сапаров бүгінгі күнде ауыл шаруашылығы министрлігі ғылымға ұқсата алмайтынына міне уақыт көрсетіп тұр. Жылдан жылға деградация, жылдан жылға құрдымға, ғалымдар жоқ, жастар жоқ, ғылыми жетістіктер, нәтижелер жоқ агроғылымда. Мен бұл орайда қоспаймын, тек қана жекеменшік ғылыми институттарды агроғылымдағы, ол жаңағы академик Садановтың институт микробиология, вирусология дейді ғой, жаңағы производственный, сондай жеке компанияларды айтпаймын, бірақ мемлекеттік агроғылымдағы мемлекеттік осындай ғылыми институттар құрып бітті. Енді бұны жаңағы ол ауыл шаруашылығы министрлігіне не үшін керек? Айдарбек Сапаров, мен сіз өзіңіз приемында болдым, көзін жеткіздіңіз, сізге рахмет айтты. Қолыңызды қысқан шығар. Енді ол анерде отырды, енді қол қысқан жоқ. Қол қыспады ма? Рахмет, дұрыс, рахмет. Жақындауға қорқыды ма? Жоқ, ал жарайды ал. Одан кейін енді ол неге бұны, не бір жүйеге келмейді, өзгертпейді? Не өзі, то есть реформа жасап, нақты ғылымды неге қолына алмайды, көтермейді, немесе жаңағы Саясат Нұрбекке ғылым және білім министріне бермейді? Қазіргі уақытта олар белгілері жоқ. Мен енді түсініп жатқаным, олар өздеріне қалай нанотстың дүниесін, нанотстың өзін не үшін, менің ойымда, не үшін оны істеп жатыр? Рыба гниет с головы дедім мен жаңа. Маған мен енді қырылысып, соғысып, қылмыс қысты қозғады маған, қысқартылды, мен біреуге жала жауыппын. Ұрды, соқты, сонсын нанотстың өзіне қаншама хат келді тергеушілерден, материалды бермейді, тығады. Соның арыздың барлығы Минсельхозға келеді, өрден жоққа келтіреді ғой. Сонымен мен ашуландым. Маған оның алдында хабарласқан болатын, мен мән бермеген, мен деп. Мынаны өзі жетеді, маған оңтүстікте басым айланып жүр, миым ашып, солтүстікте нем бар деп. Сол ашулғаным соншалықтай, мен солтүстікке бардым. Неге десеңіз, маған Солтүстік Қазақстан облысына ма? Солтүстік Қазақстан облысына. Маған ол жерден сол бұрынғы совхоздардың басшылары, үлкен кісілер, және ғылыми мекемелер. Олар да ғылыми мекемелер, ОПХ-лар, институттар, сонсын мамандар, жай кісілер емес, Сон құжаттарын берді,
көрсетті, көзімді жеткізді. Мен өзім жала жаппаймын. Мен өзім құжаттардың бәрін тексеріп, сонысын бұл фальшивка емес па, дәлелдеп, сонысын бірнеше жерден сол информацияны дәлелдеп алып, бірнеше жерден алып, сонысын ғана жаңағы қолданам. Онышы. Көзім жетті. Неге көзім жетті? Сапаровтың өзі және оның туысқандары Сапаровтар отбасы. Сапаровтар отбасы ғой енді. Бірақ ең мықтысы Сапаровтың өзі болып тұр ғой. Неге десеңіз, ол өзі соны шаруа қожалықты басқарыпты кезінде. Енді ол кезде жай шаруа қожалықтың басшысы ғой енді, жас ол уақытта да. Енді қанша бір жері болды дейсіз оның. Бір шаруа қожалықтың енді 100 гектар шығар ары болса, 300 гектар шығар ары болса. 1000 шығар, өйткені солшыда көп қой, 5000 шығар. Ары болса, мысалы, бірақ та қалай басшы бола бастады, жаңағы әкім болып тұрған кезде жауларын жинап апты. Сосын зам облыстың әкімнің орынбасары болған кезде жаулары жиналыпты. Сосын өзіне жау ма? Өзіне. Ана бауырларына емес, Сапаровтың өзіне жаулар. Солар маған құжаттарды бергеннен кейін мен оның барлығын реттедім, салыстырдым, көрдім. Сосын антикорға арыз жаздым. Неге көзіңіз жетті? Қазіргі күні агентство антикоррупционной службы дейді ғой, расследование жүргізіп жатыр. Тергеу жүргізіп, күйі бар. Сапаровтың өзі, оның бала-шағасы, семьясы, оның ішінде жаңағы Нигматуллин құданың жаңағы баласы бар. Күйеу бала болып келеді екен ғой ол, жаңағы құдалары ғой енді. Солардың фамилиялары да жүр, жаңағы бауырларынікі жүр, әйелінікі жүр, туыстарынікі аффилированный. Бәрін салыстырдым ғой, ТО-лардың барлығы айланып келгенде бір 10 шақты ТО бір-біріне аффилированный. Жаңағы санды есептеп, санап келген кезде шошындым ғой. 600 жер учаскелері. 600 земельных участков, 600 кадастровых номеров за семьей Сапаровых в Северо-Казахстанской области. Ол масқара енді. Қанша жер? 600 участок деп тұрсыз ғой ол. Земельных участков ғой енді. Ал жалпы жердің көлемі қанша? Ол может 10 сотыйдан шығар. Оның жер көлемі. Несін антикор неге берді, Кзурға берді, комитеттен маған шықты мамандар. Факты подтверждают, промежуточный ответ берілді маған. Но мен сізге айтайын, там сотнями тысяч гектаров. Жүздеген мың гектар жер. Сотнями. Нақты кадастрлық номермен? Кадастрлық номермен сотнями тысяч гектаров земли за семьей. Одан кейін оның ішінде ғылыми мекемелерінде жерлері бар, жоқ? Бар. Соның барлығын енді қалай оны өздеріне өтіп кеткен, заңды ма, заңсыз ба антикор өзі тергеу реттейді дейсіз ғой. Ердер жоқ әлі. Бірақ Кзурмен сонысын жаңағы оған субсидия алған ғой бұлар, миллиардтаған субсидиялар. Сол субсидия заңды алынды ма, алынбады ма, оны аудитор палатасының мамандары маған шықты. Өйерге де запрос берген антикор. Осындай тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жауабын промежуточный жауап берді. Жауабын айтамыз. Ал енді менің ойымша, жерді заңсыз алса, оған алынған субсидия да заңсыз. Ол жер преступным образом 600 емес, хотя біреу болсын, хотя бы біреу. Заңсыз жерді алып, субсидия алсаң, это статья еще одна есть. Присвоение чужого имущества, государственное имущество тем более. А субсидиясын алсаң, ол легализация, ол тағы да бір статья негізі. Сондықтан Сапаров мырза, менің ойымша, сөзі өте алмайды. Ол жаңағы өзі, мен Ақтөбе облысына сіз неге ОПХ-ның басшысы ретінде 5 жылға, 6 жылға ма сотталған адамды неге аласыз деп арыз жазған кезде іс қозғайын деп
превышение как минимум. Бұл не, бұл айтып отырғаныңыз не жағдай? Өткен жолға айтылған не ма? Жоқ. Ержан мырза айтты ғой, ғылымға бүгінгі Иә, күнде иә. көбінесе істі болған адамдарды. Сол Ақтөбенің тұрғындары маған звондады. Иә. Осылай бізге бір жаңағы судимый, осужденный бывшим адам келді деп. Сонда оны сол қалдында қалдырыпты. Сонда Сапаровтың бүткіл неге теледидарға Прессаға ма? Прессаға. Ну, что, у нас кадров нету. Ну, что он осужденный? У нас кадров нету. Заң бар. Коррупционный риски деген бар. Енді қалай ол еді кадр? Менің ойымша, бұлардың барлығы неге заңды бұзады? Бұрын бұзған. Мен ойымша, анау нелерді бар ғой, қылмыс жасағандар анау кровью связанный деген. Иә, сол сияқты. Байланып қалған, кіндіктері байланып қалған. Кіндіктері байланып қалған Шеленсіп. байлау үшін. Сөз әрине Қалдыбаев жап-жас бала, ол жаңағы сіз айтып атқан кім, Сейфуллинадағы басшысы кім еді, құда фамилияларын ұмытып қалам. Айтуған. Соның, иә, естуім бар. Неге десеңіз, маған шыққан ол кісіні тиісуге болмайды. Ол кім еді соншама тиісуге болмайтын? Он преступник. Он совершил неправомерные действия деп мен. Сөйтсе, ол кімнің шәкірті екен сіздің Айтуғанов. Қайрат Айтуғанов. Иә, сонда бұлар жаңағы целая не ғой, династия болып тұр ғой енді. Жаңағы өзінің шәкірттерін соған жақсы жолға салудың орнына, жақсы нәрсені үйретудің орнына олар осындай заңсыздыққа барып отыр мысалы. Алмасбек, мен бір өтінішім бар. Біз енді сіз біліп тұрсыз ғой, білесіз ғой, көрермендер түсінбеуі мүмкін. Бұл Адам Сапиев неғып тұрып бұл студияда, Нанотс қайда, Адам Сапиев қайда, кәсіпкер Адам Сапиев қайда. Бұл анау ғылымда несі бар дейді ғой, не атасының басы бар дейді ғой. 10 рет қайнатса да сорпалары қосылмайтын нәрсе. Өзі академик емес, профессор, кім ол деп сол сұрақтар болмау үшін мен осы үкіметтің дүниесін өздеріне қаратып алған, миллиардтаған ақша ұрлаған адамдардың жаңа қыспағына түскенімді айтқалы отырмын. Сол Меркедегі ОПХ Меркенскийдің жерінің тура жанында, сәл арамызда жаңағы көрші жоқ демекші, менің карьерім, топырақ карьерім, мен кірпіш заводым бар. Болған. Қазір поле ғана қалды, басқа ештеңке жоқ. Соны мынау қазіргі жем-шидектің басшыларыма соны рейдерствомен соны менен тартып алған. 16 жылы. 17 жылы мен іс қозғадым бұларға. Сонымен 17 жылдан 24 жылға дейін қылмыстық іс 6 рет тоқтатылды. Әлі сотқа жеткізе алмай отырмын. Мен жаңағы осы мәселені, қазіргі Нанотс туралы мәселені Мерке ауданының прокурордың алдына барып тұрып, РОВД-ның басшысына барып, ДВД-ның басшысына барып, алдарына барып, заявление жазып, ходатайство жазып, ең мақұл менің кірпіш заводымды қайтарғыларың жоқ. Ең болмаса үкіметтің совхозын қайтарыңдаршы деп сөйтіп ходатайство бергем. Сонда жаңағы айттым ғой, менің бұрынғы Винсовхоздың да үлесім бар. Мен кезінде жаңағы мықты кәсіпкер болғам. Осы ғылымдағылар сізге тиіспегенше ма? Иә, тиіспегенше. Ол жерде 33% жаңағы бұрынғы Винсовхоз. Мен ол жерде жүзім отырғызып, алма бағы отырғызып, жаңағы біраз күш салғам, ақша қаражатымды салғам. Содан барлығын ажырап қалғаным осы Нанотстың былығына кіріппін сол уақытта. Сонда мен білетін сол уақытта. Көрші болғаннан кейін кіріп кетіп тұрсыз ғой сіз? Мен енді десерттікі алып қойды ғой бұлар. Неге десеңіз, өкіметтікін қалғытып алып дейсіз ғой, май шелпекті. Сізді десертқа жібере салды ма сонда? Неге десеңіз, Мерке өзі керемет жер ғой. Табиғаты керемет. Сонда Мерке ауылы, Мерке ауылының жаңағы совхозы жермен, содан кейін менің жерім ағарай тау.
ары қарай Қырғызстан. Сонда менің енді кінәм, мен соларға көрші болып қалыппын да мынау дәулерге да. Мен өткен жолы меркеде болдым ғой. Басқа Басқа мәселелермен, мәселелермен ана Жигули Дайрабаевтың мәселесімен басқа ел жерінен айырған, сол жерде мен айтты демеңіз, бірақ елдің өзі айтып отыр. Біздің мерке дейді, ол ана Италиядан бөлек Сицилия бар ғой дейді. Сицилия дейді, Одан мен ойымша Қазақстанда басқа не жоқ. Мынау ел заңнан қорқу керек. Биліктегілер заңнан қорқу керек. Мен өзім таңғаламын. Мен өзім сол ауданда қанша жыл жұмыс істеп жатырмын. Әкім жоқ па, жаңа аудандық депутаттары жоқ па, жаңағы прокурор жоқ па, КНБ жоқ па, антикор жоқ па? Жоқ. Былайша айтқанда олар кіммен ана майда шүйде үш қой ұрлаған, жаңағы бірдеңке тау ұрлағандармен айланысады да, мынандай дәулер депутат болады, мынандай дәулер ешкімнен қорқпайды. Бірақ енді өздері де қазір өкініп жатқан шығар, мынау қайдан келді мынау Адам Сапиев деген бәле, неге өстіп қалды. Солай болды. Мен енді қазір мынау камераны пайдаланып прокурорға бір айтар сөзімді айтсам бола ма? Мархабат. Мен енді өзімнің жаңағы қай прокурорға? Аудан облыс. Жамбыл облысының прокурорына және оның орынбасарына, қазір тергеу жағынан орынбасары Ұласбекұлы Нұрбек деген. Ол мені соттаған кезде жаңа нанотшты қорғап, жаңағы мыналарды нанотштың дүниесін ұрлап адамдарды қорғағаны ғой енді. Вице-министрді соттау керек еді сол 17-ші жылы. Жаңағы әкімді соттау керек еді, оның жанындағыларды. ЦОНы бар, БТИ-сі бар, жер комитеті бар. Бәрі заңсыз ғой енді. Үкіметтің дүниесін өздеріне аударып алған ғой бұлар, өздерінің атында. Әлі де өздерінің атында жоқ. Бір-біріне сатып, легализация жасап. Соларды дүниенің, үкіметтің дүниесін қайтарудың орнына сол прокурор, Мерке ауданының прокуроры сол уақытта Ұласбекұлы Нұрбек мені 3 жыл 9 айға соттады. Заңсыз. Мен бірнеше арыз жазғам, ең соңғысы президенттің несімен, резолюциясымен, жаңа премьер-министр, бас прокуроры, антикордың басшысы сол Жамбыл облысына жіберілді. Қазіргі уақытта Алтаев Азамат дегеннің тергеушінің алдында жаңа менің арызым, мынау 18-ші жылы заңсыз шығарылған приговор мені 3 жыл 9 айға жаңағы сотталсын деген приговорды отменасын жасау керек деп. Неге десеңіз, өйерде барлығы дәлелденген. Все белыми нитками шито. Ол мен кінәлі емес екенді тергеушінің өздері де айтып отыр. Бірақ политическое решение. Барлығы иығын сөйтеді, бәке не істеймін, басшыларға айтыңызшы, басшыларға айтып отырмын. Сол екінші жаңағы жеміс-жидектің егесі жаңағы Ақаев мырза менің кірпіш заводымды заңсыз алып отыр ғой енді. Ол заңсыз алынғаны дәлелденген. Ол мына іс қозғалғаннан кейін қорыққаннан жаңағы менің КАМАЗдарымды, техникамды қайтарып берді. 115 миллион ущербінің орнына жаңа 10 миллион ғана берді. Сонысын соттың шешімі, заңсыз шығарылған сотты өздері орындады. Мен соттың шешімімен оларға 12 миллион қарыз болып шыққан болатын. Оны өзі жаңағы толтырды. Бірақ 105 миллионды қайтарып берем деп уәде бергені орындалған жоқ. Сонымен бірақ енді дәлелі болып отыр ғой, шығып ол жаңағы заңсыз істеген, ол қылмыстық іс істегені. Соны көздері жетіп отыр барлығын. Бірақ бірдеңкеден қорқып отыр ма, жоқ, бір шешімге келмей отыр да. Соны сұранарым. Әлі де кеш емес. Соны мен айтып атқан жаңағы арызымды удовлетворить етіп, мен кінәлі емеспін. Сіздердің Сицилияда мүмкін екеніне сенесіз бе өзіңіз?
мен ойлаймын енді қазіргі күні, қазіргі уақытта қорыққаннан болса да заңды орындайтын шығар Ұласбекұлы. Соны енді солай болсын, ниеттеспін. Солай болсын. вот соны мен айтайын дегенім. Енді қараңыз, сіздің де менің де бұл тақырыпты көтеріп отырғанымыз не? Бұл әлгі оның өткен дүниені орын толтыру мүмкін ба, мүмкін емес па? Менің бір ішім ашитыны, мынау бір осы 20 жылда анау 30-20 жылдарда басталған агроғылым қазақ жеріндегі, қазақ СССР-індегі ең бірінші құралған анау Жанғали Аймақов там басталған жағы Сиверс алмасын зерттеуден сол кездегі ғылым сол кезде басталған. 80-90 жыл бойғы біздің агроғылымды 20 жылда быт-шытын астан кестен шығарды. Бүгінгі агроғылымды орнына келтіруге трансфер технология арқылы бір 20 жыл керек шығар. Тағы 20 жыл трансфер. Бірақ ол трансфер деген сен біреуден ғылымды алып келесің, сен оған тәуелдісің. Содан алып келесің. Ал өзіміздің ғылымды көтеру үшін бір 50 жыл кетеді ау. Жарты ғасыр. Осы өтіп кеткен, осы обал болып кеткен қаншама ғылыми еңбек, қаншама ғалымдар, олардың еңбегі, ең бастысы қазіргі ғылымға деген жастардың көзқарасын өзгерту үшін не керек? Сондықтан біздің бұны көтеріп отырған себебіміз өзіңіздікі де сол шығар. Мына ғылымды, агроғылымның реформасы. Менің ойымша, рұқсат етсеңіз, былай бір енді мысал келтірейін. Мысалы, керемет бір ұшқыш болсын, кукурузниктің керемет ұшқышы болсын. Ол ешқашан космосқа ұшамайды. Тура сол мысалды келтіріп отқаным, тура сол жағдай болып отыр ғой. Ауыл шаруашылық өте қиын өндіріс. Оны Сапаровтан 100 есе ақылды, мықты шеше алмайды. Системаны өзгерту керек деп атқаным сол ғой. Олар сол агроғылым системасы байқаңыз, мыналар өкіметтің системасын өзгертейін деп жатыр деп. Агро айтып отқаным ба. Олар ауыл шаруашылықпен айланысу керек. Қазіргі күні әйтеуір қай жағына алсаң да, әйтеуір ауыл шаруашылық өндірісін критикаға алынып отқан рас негізі. Жағдайын қарасаң, өйткені ғылым жоқ, қарның ашиды. Ал космосқа ұшатындар космосқа ұшу керек. Онымен бізде Қазақстанда айланысып атқан ғылым министерствосы бар. Ғылым министрлігі бар негізі. Ғылым комитеті бар. Оның әдейі комитеті бар. Олардың қаражаты, ол налаженный, олар жаңағы ракеталарды космосқа ұшырып атқандар ғой, былайша айтқанда. Олардан кезінде мынау дәу қасқырлар алып қойып, жаңағы мынау жолға салып отыр ғой. Енді бітті ғой, тоздырды ғой, енді жететін шығар енді. Тойған шығар. Менің ойымша, бұлар өздері де түсіну керек оны. Осы болар болды ғой, енді қош алсын. Бүгінде сол позицияны қорғайтындар бар ғой. Ауыл шаруашылығы министрінде қалсын деген позицияда жүрген адамдар бар. Билікте де бар. Мен ойлаймын, олар солардың көзі жетіп болған жоқ па? Олар түсіну керек. Ол түсіну керек. Біз ары қарай бұны алып жүре алмаймыз. Шамамыз келмейді. Қаражатымыз жоқ. Енді айлықтың өзі анау болып жатса, кадрлері, сол ғылыммен айланысып атқандардың барлығы, қазір көздің барлығы не жеке бизнесте, не жаңағы ғылым министрлігінде, былайша айтқанда. Ол жерде де мамандар мықты. Мен қазір айтайын дегенім, ел түсініп дұрыс түсінсін. Мен нанотстағы бұрыннан бері істеп атқан ғалымдар, мамандар жамандап атқан жоқпын. Олардың адал еңбегін жаңағы таптап, адал еңбегінің қадірін түсінбегендер менеджерлер, басшылар.
ғылыми институттың басшылары, ОПХ-лардың басшылары, Нан-отстың басшылары, МСХ-ның басшылары. Иә. Соларға менің ашуым, менің өкпем соларға. Бірақ Келісем. әлі де кеш емес. Мен ойлаймын, жаңағы ғылым және білім министрлігі саясат Нұрбек өте дарынды, өте ақылды, Иә, келісем. өте мықты министр. Келісем. Мен ойлаймын, басын енді мынау қасқырлар, дәулер бір зиян келтіріп, жаңағы аяғынан шалып қоймаса, ол өсетін жігіт. Негізі кім біледі, мүмкін ол болашақта премьер болар, мүмкін болашақта президент болар. Біз тек қана қуанамыз. Бұл жігіт шетелге кетіп қалса, миллиардер болатын еді баяғыда. Бірақ ол жігіт осы қазіргі жүргізіліп жатқан реформалар қуантады. Иә. Сенім білдіреді. Соның барлығын мен ойлаймын, президентте көз жетіп атқан шығар. Енді біз оларға жоғарғы деңгейдегі саяси саяси алмасу басқасын қозғамай қояйық. Қозғамаймыз, Бірақ әрине. жаңағы Саясат Нұрбектің бүгінгі өзінің жұмысын үйлестіруіне енді сырттан мен де қанықпын, өзім көңілімнен шығады. Ғылымды оған сенуге болады. Болады, оның жұмысы. Сондықтан да агроғылымды да жаңағы ғылым комитетіне, министрлікке сен тапсырса, онда сіздің де менің де бір азын-аулақ қосқан үлесіміз болады деп ойлаймын. Сондықтан сізге рахмет. Қаншама мынау жүйкеңізді тоздырып, бір қамшы енді қатты тиген екен, енді артының қайырын берсін дейді. Сізге қайырын берсін, мынау елімізге қайырын берсін, әсіресе мына агроғылымға қайырын берсін. Сол үшін сізге үлкен-үлкен алғыс. Құрметті көрермен, көрдіңіздер, міне қазақтың агроғылымының жағдайы осылай қалай болған бүгінгі жағдайы. Сондықтан ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Одан кейін болса, агроғылымда жүрген басқа да адамдар сіздердің айтарларыңыз болса, тіпті бәкеңмен келіспейтін жақтарыңыз болса да, келіңіздер, айтыңыздар. Біздің түпкі мақсатымыз не? Ол жеке бір-бірімізге деген көзқарас емес, түпкілікті агроғылымның реформасы бізге керегі сол. Бақыт мырза, тағы да ат терлетіп алыстан келгеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Көп рахмет.